Назарларыңызға Роза Мұқанованың Мәңгілік бала бейне шығармасы бойынша дайындалған сабақтың үлгісін көрсетпекпін. Сабақ қалай басталды? Қошемет әдісі арқылы. Егер бүгінгі сабақта белсенді боламыз десеңіздер, бір қошемет. Еркін ойлаймыз десеңіздер, тағы бір қошемет. Тың идея ұсыналамыз десеңіздер, бір қошемет білдіріңіздер дейсіздер. Яғни бұл әдіс оқушылардың ойын бір арнаға тоғыстыру үшін қажет. Әрі жеңіл, әрі жылдам. Екінші, қазіргі кезде платформамен жұмыс талап етіледі. Ол үшін стоп-вотч бағдарламасы арқылы 4 топқа бөлуге болады. Осы жерде тағы да жаңа сабақпен байланысты топ атымен де көруге болады. Өйткені топтың аттары тағдыр, үміт, мейірім және ақиқат. Бұл құндылықтардың барлығы Мәңгілік бала шығармасында көрсетілген. Одан кейін доп арқылы ұйымдастыру кезеңіне де жатқызуға болады, әрі үй тапсырмасын тексеруге де, әрі шығарманы талдауға байланысты сұрақтар ұсынылады. Қалай? Балалар сол партада орындарында отыра береді, қолдарында доп, музыка басталады. Қандай музыка? Ол Төреғали мен Ғазизханның Ләңгі деген әні. Кез қайда асық атып ләңгі ойнаған деген. Содан кейін музыка тоқтатылған бетте бұны мұғалім негізі ұялы телефонмен ойнатып тұруына болады, немесе бір оқушыға. Соның ішінде белсенді емес, үнсіз оқушыға осындай билікті беріп қойсаңыздар, өзіне деген сенімділігі пайда болады. Осы жерде үнсіз оқушымен жұмыс жүзеге асады. Кез келген уақытта ол тоқтатады. Сол кезде доп кімнің қолында қалады, ол сұраққа жауап береді. Бұл жерде нені байқаймыз? Неге Ләңгі әні? Өйткені оның сол әннің тақырыбы балалық шақ. Неге доп? Доп ол ойнау құралы балалық шақтағы. Ал неге доп пен Ләңгі? Өйткені бұл шығармада балалық шақтың астан кестен болған Ләйләнің өмірі көрсетіледі. Сонда балалар өз өмірлері мен Ләйләнің өмірінің арасындағы арақашықтықты байқау үшін осындай әдіс қолданылған, және сол арақашықтықты мұғалім сездірте білу керек. Қандай сұрақтар? Ләйләнің мүгедек болып туына не себеп болды? Семей полигоны. Әрине дұрыс болды. Сосын музыка ойнайды, әрі қарай доп кете береді. Қайттан доп кімнің қолында қалып қояды, сол бала сұраққа жауап береді. Ол үшін тағы да мына бір садақты басамыз, иә? Экранның оң жақ төменгі жағындағы. Ләйлә немен сырласатын? Ләйлә аймен, жұлдызбен, планетамен сырласатын. Осы жерде аймен. Тура осы сұрақтар жалғаса береді. Қате болса кейінге шегеріледі. Әрі қарай осы сұрақтар, оған тоқталмай қояйық. Сұрақ бітті, ал өзі 6 сұрақ. 6 сұрақ біткеннен кейін мынау бағыттауыш перне тақтадағы бағыттауыш сызықты басасыздар. Сол арқылы келесі слайдқа өтесіздер. Мінекей, сонымен әр баланың жауабын бағалайсыздар. Сержан жауап берді, бір сұраққа жауап берді, Айша жауап берді, Рауан жауап берді деген сияқты. Ендеше бүгінгі сабақтың тақырыбы не деп ойлайсыздар деп, бүгінгі тақырып деген батырманы басасыздар. Сол кезде Роза Мұқанованың Мәңгілік бала бейне жеке тағдырдан ұлттық қасіретке дейін дейсіздер. Содан кейін сабақ мақсаты айтылады. Сабақ мақсатынан кейін арнайы жасалған Мәңгілік бала деген тақырыпта видео көрсетіледі. Ол видеоны мына жерде тұр, мен оны қазір көрсетпеймін, бірақ жүрек жарды видео баланың монологы арқылы көрсетіледі. Ол жерде қалай қиындық көріп жатқандығы, қатирадан көрген зорлығы, аймен сырласуы деген сияқты баланың жан жүрегіндегі жаралар ақтарылады. Дәл осы монолог тыңдалғаннан кейін топтық тапсырма беріледі. Яғни оқушыларға монологтағы ең ауыр жолды табу керек болады. Одан кейін біздің ойымызша бұл қасірет жеке трагедияны немесе ұлттық деңгейге көтеріп талдау үлгісі ма, соны көрсету керек болады. Және егер ол қыздың орнында болса не істер еді? Яғни кесте үлгісінде постерға ұсынуларыңызға болады. Одан кейін мына жерде бағалау деген экранда көрінбей тұр сіздерде, өйткені менде экранның бетінде Windows деген жазба тұр. Ал шын мәнінде тұр ғой, сол жерде бағалау деген бар. Міне басқанда қайтадан сол бағалау парағына қайтып келдік. Бұл жолда Данияр жауап берді, Айша жауап берді, тағы да Сержан жауап берді делік. Содан кейін екінші тапсырмаға ойысасыздар. Екінші тапсырмада осы шығарма бойынша Попс формуласы негізінде жүзеге асады. Бұл жерде бұл жұптық жұмыс, екі түрлі көзқарас.
қай жұп қай тақырыпты таңдағысы келеді, өздері біледі, немесе енді өздеріңіз бөліп берулеріңізге болады. Мысалы, бұл жеке адамның тағдыры ма, әлде бұл ұлттық қасірет пе? Соған байланысты өз ойларын Попс формуласымен айтады. Менің ойымша, себебі, мысалы, сондықтан деген тірек сөздер арқылы Попс формуласы басталатын білесіздер. Бірақ мұғалімдерді бағыттау үшін мен КМЖ-дан бөлек қосымша ақпарат деген құжатқа Попс формуласының жазылу үлгісінде ұсынып отырмын. Әрі қарай мына жерде қайталап айтамын, батырмаға назар салсаңыздар, экранның оң жақ шетінде бағалау деген бар. Мына жерде сіздерге бірақ көрінбей тұр. Қазір былай көрсетейінші эскейтпен. Мінекей. Көрдіңіздер ма? Бағалау деген тұрады. Ал полный экранға шығарсам, қазір менің компьютерімнен көрінбей тұр. Сіздерден ол көрінеді. Бағалауға келдік. Көрініп кетті ғой. Жаңағындай, көрдіңіз ба, егер де шығып кетсеңіздер, жаңағы нөлге айналып кетеді барлық балдар. Сондықтан да шықпау керек. Сол шықпау үшін мен мына жерге тапсырмаларды гиперссылка арқылы қойып қойдым. Үшінші тапсырмаға келдік. Енді бұл жерде жеке жұмыс. Тағдыр тобында отырған балалар жеке өздері өз аттарынан айға хат жолдайды. Мейірім тобындағылар қыздың атынан болашақ ұрпаққа хат жолдайды. Үміт тобындағылар айдан қызға хат жолдайды. Ал ақиқат тобындағылар Роза Мұқанованың атынан ұрпаққа хат жолдайды. Оны қайтадан өздеріңіз бағалайсыздар. Нұрдәулет айтты, Нұрдәулет айтты деген сияқты. Әрі қарай 4-ші тапсырмаға келдік. Енді бұл артық болса, тағы өздеріңіз көресіздер, алып тастауға болады. Трансформация және үндеу деп алдым. Әрекет пен жады, яғни 1 минуттық үндеу. Әр оқушы алған әсерін қорытып, бүкіл елге арнап үндеу жасайды. Ол үндеудің үлгісінде мен қосымша ақпараттың ішіне салып қойдым балаларды бағыттау үшін. Бағалау парағына келдік, қайтадан бағалап өтеміз дегенде, сосын кейін рефлексия. Бұл жерде 3-2-1, яғни 3 сөзден тұратын бір сөйлем, 2 сөзден тұратын сөз тіркесін және бір сөз айтады. Мысалы, бүгінгі сабақ бойынша бұлай айтуға болады. Ләйла болғым келмейді. 2 сөз, енді осыны қысқартайық, болғым келмейді. Бір сөз келмейді деген сияқты, қорытынды. Және өзіндік ізденіске үй тапсырмасы беріліп тұр, оны көруге болады. Және қайтадан бағалау парағына барып, кімде қандай ұпай екенін санап алуларыңызға болады. Және ең соңында мына бір сабақта әсер алдым десе, мінекей қозғалады, сұрағым бар десе қозғалады деген сияқты. Сабақтың КМЖ-сы, қосымша ақпараты, презентациялар, видеолар, әуені қоса беріледі. Сау болыңыздар.